Сәлеметсіздер ме балалар? Менің каналыма қош келдіңіздер. Математика пәні 2-ші сынып 106-шы сабақ. Өрнектердегі амалдардың орындалу реті. Оқу мақсаты: қосудың ауыстырымдылық, керімділік қасиеттерін тиімді есептеулер жүргізу үшін қолдану. Сабақ мақсаты: өрнектердегі амалдардың орындалу реті туралы ережені білетін боласың. Біздің ұранымыз: сабақта бір-бірімізді сыйлаймыз, тыңдаймыз, уақытты үнемдейміз, нақты дәл жауап береміз. Сабақта өзіміздің шапшаңдығымызды, тапқырлығымызды көрсетеміз. Сабаққа белсене қатысып, жақсы баға аламыз. Оқулықпен жұмыс: барлық суреттерде не ортақ? Олардың әрқайсысына берілген мысалдарды шығар және жауаптарын салыстыр. Қайсы артық деп айтуға болады? Әрине, бұл суреттерде су ортақ. Енді өрнектердің мәнін табайық. 16 мен 8-дің бөлінісі 2-ге тең. 18 пен 9-ның бөлінісі 2-ге тең. 6-ның бөлінісі 2-ге тең. 14 пен 7-ның бөлінісі 2-ге тең. 15 пен 5-дің бөлінісі 3-ге тең. Қане балалар, қайсы артық деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыздар. 15 пен 5-дің бөлінісі 3-ге тең. Себебі өрнектің мәні бірдей емес. Солай ма балалар? Жарайсыздар балалар. Дескриптор өрнектің мәнін табады, өрнектің жауаптарын салыстырады. Егер де өрнекті осындай қылып нақты мәнін табалған болсаңыздар, 2 балмен бағаланасыздар. Кім шапшаң? Өрнектерді оқы. Жаднаманы пайдалана отырып, амалдардың орындалу ретін анықта және өрнектердің мәнін тап. Көбейту, бөлу және қосу, азайту. Алдымен көбейту немесе бөлу ретімен, содан кейін қосу немесе азайтуды ретімен орындаймыз. Мысалға 37 қосылған 12 мен 6 өрнегі берілген. Бұл жерде алдымен бөлу орындалады. 12 мен 6-ның бөлінісі 2-ге тең. 37-ге 2-ні қосқанда 39-ға тең. Келесі 5 пен 2-ның көбейтіндісіне қосамыз 4 пен 2-ның бөлінісі. Алдымен көбейтуді орындаймыз. 5 пен 2-ның көбейтіндісі 10, оған 4 пен 2-ның бөлінісі 2, 10-ға 2-ні қосқанда 12-ге тең екен мән. Тек плюс және минус. Амалдар сол жақтан 10-ға қарай орындалады. 27-ге 6-ны қосқанда 33-ге тең, 33-тен 3-ті азайтамыз, 30-ға тең. 54 пен 14-тің айырмасына қосамыз 7-ні. 54-тен 14-ті алғанда 40 болады, 40-қа 7-ні қосамыз, 47-ге тең. Амалдар сол жақтан 10-ға қарай орындалады. Яғни бұл жерде бөлу және көбейту амалдары болса, бірінші тұрған қай амал, сол бірінші басынан сол жағынан бастап орындалады. 12 мен 6-ның бөлінісі 2, 2-ні 3-ті көбейтеміз, 6-ға тең. 3 пен 4-дің көбейтіндісі 12, 12-ні 2-ге бөлеміз, 6-ға тең. Алдымен жақша ішіндегі амалдар орындалады, содан кейін көбейту немесе бөлу ретімен орындалады. Содан кейін қосу немесе азайту амалы орындалады. 5 қосылған 10, 15-ге тең, 15-ті 3-ге бөлеміз, 5-ге тең, 5-ті 5-ге қосқанда 10-ға тең екен. Алдымен жақшаны орындап аламыз. 98 пен 90-ның айырмасы 8-ге тең. 8-ді 2-ге көбейткенде 16. 50-ге 16-ны қосқанда 66-ға тең. Дескриптор амалдардың орындалу ретін анықтайды, өрнектің мәнін табады. Балалар, осындай етіп тапсырманы орындаған жағдайда сіздер де 2 балмен бағаланасыздар. Бауырсақ әдісі. Өрнектердегі амалдардың орындалу ретін анықта, оларды оқып, мәнін тап. 9 қосу 12 мен 2-ның бөлінісі. Бұл жерде бірінші амал бөлуді орындаймыз. 12 мен 2-ның бөлінісі 6-ға тең, 9-ға 6-ны қосқанда 15-ге тең. 50 азайту 9 бен 2-ның көбейтіндісі. Көбейту амалы орындалады. 9 бен 2-ның көбейтіндісі 18, 50-ден 18-ді алғанда 32-ге тең. 6 мен 6-ның қосындысын 2-ге бөлеміз. Жақшаның іші орындалады. 12-ге тең, 12-ні 2-ге бөлеміз, 6-ға тең. 78 пен 75-тің айырмасын 2-ге көбейтеміз. Жақша орындалады. 78 пен 75-тің айырмасы 3-ге тең, 3-ті 2-ге көбейтеміз, 6-ға тең. 2 көбейту 38 пен 32-ның айырмасы тең, 12-ге. 25 қосылған 7 көбейтілген 2.
көбейту орындалады. Шыққан санды 25-ке қосамыз, 39-ға тең. Яғни бұл өрнектерді өздеріңіз шығарасыздар. Дескриптор амалдардың орындалу ретін сақтайды, өрнектің мәнін табады. 2 балмен бағаланасыздар. Ойлан, жұптас, талқыла. Есептер бойынша өрнек құрастыр, оларды шығар. Кішкентай бөтелкедегі су 35 теңге, ал үлкен бөтелкедегі су 65 теңге тұрады. Ал бір қорап шырынның бағасы үлкен және кішкентай бөтелкедегі судың бағасын бірге алғандағыдан 100 теңгеге қымбат. Бір қорап шырын неше теңге тұрады? Біз бұл есепті шығару үшін алдымен есептің шартын құрып алайық. Кішкентай бөтелкедегі су 35 теңге, үлкен бөтелкедегі су 65 теңге, барлығы қанша тұрады? Бір қорап шырын 100 теңге қымбат екен. 35 пен 65-тің қосындысы 100-ге тең, 100 пен 100-дің қосындысы 200 теңгеге тең екен. Жауабы бір қорап шырын 200 теңге тұрады. Енді балалар, сіздер әсін, бұсын өздеріңіз шығарасыздар. Осыған ұқсас есептер. Дескриптор есептің шартын құрады, шешуін табады, жауабын жазады. Тапсырманы осындай қылып орындаған болсаңыздар, 2 балмен бағаланасыздар. Жеке жұмыс. Суретте Әлияның үйі, Сырымның үйі және Мұзайдың арасындағы қашықтық көрсетілген. Әлия мен Мұзайдың арасындағы қашықтық 15 метр. Әлия мен Сырымның үйінің арасындағы қашықтық 40 метр. Сырым мен Мұзайдың арасындағы қашықтық 30 метр екен. Амалдарды орындай отырып нені білесің? 40 пен 15-тің айырмасы 25-ге тең. Яғни 40 пен 15 дегеніміз, 40 дегеніміз Әлия мен Сырымның үйінің арақашықтығы. Ал 15 дегеніміз Әлия мен Мұзайдынның арақашықтығы. Мұзайдынына қарағанда екеуінің үйінің арақашықтығы 20 метр артық. 15 пен 30-дың қосындысы 45-ге тең. 15 пен 15-тің қосындысы 30-ға тең. 15 пен 30-дың және 40-дың қосындысы 85-ге тең. 30 пен 15-тің айырмасы 15-ге тең. Дескриптор өрнектің мәнін табады, яғни өрнекті дұрыс орындаған болсаңыздар, балалар, 2 балмен бағаланасыздар. Кері байланыс, нұсқаулық. Оқушыларға банкіні таратып беріледі. Бүгінгі сабақтан не үйренгенін, сабақта жеткен жетістігін жазуға тапсырылады. Мен бүгін сабақты жақсы үйрендім. Менің жеткен жетістігім амалдардың орындалу ретін үйрендім. Өзім есепті шығара алдым деген сияқты әркім өз ойын жазады. Осымен балалар, сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар балалар.